Ыстық шай, жайлы кеш және дәмі ерекше тары пирогы. Бүгін дәл сондай хош иісті нәзік пирог пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызды осылай жарып, үстіне қантымызды, еріген сары майымызды құйып, барлығын араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, екі бөлікке бөліп, қоса отырып, қолымызбен жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді оны қатты жұмсақ болғандықтан холодильникке кішкене 20 минутқадай қойып аламыз. Енді жақсылап жуылған тарымыздың үстіне ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып, осылай бұқтырып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Араластырып болған тестіміздің үстіне осылай қаймағымызды құйып, оның үстіне сгущенкамызды да осылай қосамыз. Енді кукуруз крахмалында бірге салып, және жаңа бұқтырып қойған тарымызды да сүтімен бірге барлығын құйып алатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Енді жаңа тоңазытқышқа салған қамырымызды алып, формамызға осылай қолымызбен жайып аламыз. Барлығын бір тектетіп жайып аламыз. Енді шанышқының көмегімен осылай асты жағын тесіп алатын боламыз. Салмамызды тестімізға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Шамалы уақытқа суытып қоямыз. Суыған пирогымызды осылай оңай алынады. Формамыздан әдемі етіп қойып аламыз. Бетін мен сияқты қылып әдемі қылып әрлесеңіздер де болады, немесе осылай ұсынсаңыздар да болады. Мінекей біздің тары қосылған пирогымыз дайын болды. Дәмі керемет, үйдің иісі, жылуы мен махаббаты бәрі осы бір тілімде. Рецепт ұнаған болса, пікірге жаза кетіңіздер. Сіздің сүйікті пирогыңыз қандай? Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.